Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді айраннан жасалған панкейктердің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл панкейктер өте дәмді, өте керемет болып шығады. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып, және оның үстіне қант салып, оны жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң оның үстіне айран немесе кефирімізді қойып, оны жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызға жарты ас қасық сода салып, оны араластырамыз, және оны жұмыртқалы массамызға бөліктеп саламыз. Және оны қызып тұрған табада екі жағынан 1-2 минуттан пісіріп аламыз. Бетінде осындай видеодағыдай көпіршіктер пайда бола бастағанда, оны келесі жағына аударамыз. Осылай барлығын пісіріп аламыз, ешқандай қиындығы жоқ. Міне панкейктеріміз пісті. Олар өте дәмді болып шықты. Ас болсын!